Сіздердің алдарыңызға ұсынып отқан өнімдердің барлығы ағзаны клеткалық деңгейде сауықтыруға және клеткалық деңгейде керек қоректерді беру. Бұл өнімдер арқылы сіздер неше түрлі инфекцияларға, ауру сырқаттардың алдын алу шарасы болады. Бұл өнімдердің жалпы құрамында неше түрлі витамин, минерал, 11 түрлі амин қышқылдары бар. Бұл өнімдер сіздер балаларыңызға бергенде не істейсіз? Бұл жерде айта берсеңіз өте көп ас қорыту жүйесі, иммундық система, иммунитетті көтеру, ішек жолдарының шырышты қабатын реттеу, біздің ағзадағы пайдалы бактерия, лактобактерияның мөлшерін жоғарылату, анемияның алдын алу, көзге пайдалы витаминдер, ағзаның төзгіштік, стрессоустойчивость дейді ғой, выносливость, соның барлығын арттыру, өмірлік тонусты жоғарылату, мидың қызметін, бауырдың қызметін, жүректің қызметін реттейтін өнімдер. Одан кейін миға түсіретін нагрузкалар баланың эмоциональный және психологический состояниесін реттеуге көрсетеді. Неге десе, бұл жерде Б комплекс бар. Б комплекстің 8 түрлі витамині бар. B3, B2, B5, 6, 7, 9, 12. Көрдіңіздер, оның барлығы біздің ағзамызға керек. Ағзаны түрлі инфекциялардың алдын алуға, соған кәдімгідей иммунитетті жоғарылатуға кіріседі. Бауырдың зақымдануын сақтайды. Жүрекпен бауырға түсіретін неше түрлі нагрузкалардың алдын алады. Бауыр бізде бір күнде 2000 литр фильтровать етеді қанды. Соның ауыртпашылығын едәуір жеңілдетеді. Осы қоспалар арқылы сіз әрқайсыңыз жеке-жеке алғаннан гөрі комплексын алған тиімді. Комплексін алу арқылы сіз мысалға бір балаға сіз 70-80-90 мыңға мынандай составты витаминді алып бере алмайсыз. Сондықтан мен сіздерге ұсынатын жол осыны ұнтақталған түрінде 2-3 атана бөліп алсаңыздар болады. Өте тиімді жол. Жас мөлшері шектелмеген. Бұл жерде 2 мезгіл берсеңіз болады, не болмаса 3 мезгіл. Өзіңіздің балаңыздың состояниесіне қарай.